Дәл қазір менің жанымда Орта Азиядағы Келунхасфарм ең ірі дәрі зауытының Қазақстандағы құрылтайшысы, атқарушы директоры Мери Ислямұлы тұр. Аға, бүгінгі форумға қош келдіңіз. Қуаныштамыз. Бұл форум бір жақсы кезде өтті. Бүткіл дүниежүзінің жан жақтынан қонақтар келіп жатыр, танысып жатырмыз. Жақсы нәтиже береді деп тілектеспіз. Енді біздің заводқа келетін болсақ, біз завод 2012 жылы басталған, 2014-тен бастап өнім шығарып жатырмыз. Қазір міне 10 қанша жыл болды. 500-дей жұмыс істейді. Ол жерде негізі Қазақстанның азаматтары, біздің завод Қытаймен бірлескен кәсіпорын, 60 миллион доллар инвестиция тартылған. Қазақстанда ең үлкен ірі завод болып есептеледі. Бүткіл өнім Орта Азия, сонымен Россияға шығарамыз. Қазір жалпы 50 қанша түрлі дәрі өндіреміз. Негізі импорт, бұрын бәрі импорт болған бұл дәрілер. Әзір бәрін сол жергілікті өнім. Өзіміз өндіріп жатырмыз. Өзіміз өндіреміз. Бұл өкіметке де көп бюджет жағынан да қаржыны үнемдеді, тиімді. Соның ішінде бір мысал келтіре кетейін. Дасатаксил деген онкологияның дәрісі бар. Бұрын біз завод құрмаған кезде оны Америкадан таситын. Соған өкіметтің бюджетінен 30 миллион доллар жылына кететін. Біз әзір сол дәріні біз өндіреміз. Біз әзір жылына соған өкімет бюджетіне 5 миллион доллар ғана кетеді. Содан енді есептесеңіз, қаншама жерде өкіметке үнемделді. Осы сияқты жұмыстар көп атқарылып жатыр бізде. Ары қарай кеңейтіп жатырмыз заводты. Жаңа лина қосып жатырмыз. Өзіңіз аға тәуелсіздікті алғаш алған жылдар көшіп келдіңіз, Қытай мемлекетінде білім алдыңыз. Мен енді 92 жылы келдім. Қытайда Нанкин университетін бітіргенбіз, сол жақта ғылым академиясында істедік. Сонымен кейін осы аспирантураға келіп қалып, осы Қазақстанның біраз болса да Қазақстанға үлес қосайық, еңбек істейік деген мақсатпен енді. Соның бәрі жаман емес, әзір уже жақсы нәтиже беріп жатыр. Еліміздегі фармацевтикаға қандай өзгерістер жасау керек деп ойлайсыз? Фармацевтика саласы негізі қиын сала. Бұл енді бәр адам оны істей алмайды. Оған бірі маман керек, одан кейін қаражат керек, одан кейін өкіметтің жағынан да қолдау керек. Негізі бұл негізі стратегиялық сала болып есептеді ғой бір мемлекеттік. Қиын жағдай кезінде де өз байқаған боласыздар. 22 жылда бізде ковид кезінде мысалы дәрі болмай қалды ғой. Енді әр мемлекет шығармай қойды. Сол сияқты. Сол үшін бұл салаға өкімет жағынан қатты мән беру керек. Елімізде фармацевт мамандары жеткілікті ма? Әзір енді толықтай жеткілікті болмау керек. Енді тәрбиеленіп жатыр. Біз завод құрған кезде, ол кезде қиын жағдай болды. Біз көп маманды Қытайға барып тәрбиеледік. Бірақ әзір жылына біз мысалы Асфендерев университетімен біз бірлесіп, солардың студенттерін практикамен біздің заводқа келіп тәрбиеленеді. Сонымен әзір бұрынғыға қарағанда жақсы, бірақ енді толық жеткілікті деп айту қиындау әлі. Оның үстіне Қытайдан да тәжірибелі мамандар да келіп, осында тәжірибе алмасып жатырсыздар. Ол жағы бар. Енді Қытайдан да бізде мықты мамандар келеді. Осы жақтан университеттен бітірген жас мамандарды тәрбиелейді. Жылда сөйтіп тәрбиелейміз біз. Енді Қазақстанда толық жоқ деп айту қиын, ол бар, тәрбиеленіп жатыр. Бірақ жеткілікті, әлі керек. Бұның кейбір салаға да ол біздің үйретіліп жатқан жоқ қой. Енді нақ практика жөнінде әлде керек. Аға, енді бұл форумның мақсаты өзіңіз білесе, әлемнің әр түкпірінде жүрген, тіпті еліміздің әр өңірінде әртүрлі кәсіптің басында жүрген мықты кәсіпкерлерді бір жерге шоғырландырып, тәжірибе алмасып, жалпы еліміздің экономикасының дамуына үлес қосу мақсатында жинап отыр. Ал сыртта жүрген, мысалы өзіңіз тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанға не берем деп, елге бір үлесімді қосайын деген мақсатта келдіңіз. Ал өзіңіз сол сыртта жүрген кәсіпкерлерге бір дайын тұрған үлгісіз, былайша айтқан кезде. Сыртта жүрген кәсіпкерлерге, бауырларыңызға не айтар едіңіз? Енді
сыртта жүрген қандастар енді өзінің ортасы бар ғой. Ол жерде өздерінің достары бар, бірлесіп кәсіп атқарып жатыр, тәжірибесі бар. Ол бір үлкен байлық Қазақстанға. Мысалы біз де сөйттік. Қытайда жаңа инвестицияны ол былай оңай келе қалмайды ғой, 60 миллион доллар. Сол кезде біздің бірге оқыған сабақтастарымыз болды. Сол байланыстар, сол арқылы сенім болады. Сөйтіп осы инвестиция осы жаққа келді. Әзірге басқа мемлекеттегі кәсіпкерлер дәл сондай. Олардың да өзінің ол жерде ортасы бар. Сол арқылы Қазақстанда көп жағдайды жаратып жатыр. Үкімет қолдап отыр. Соны пайдаланып Қазақстанға келіп завод құрып мемлекетті дамытуға әбден болады.